басындағы қазақтың ағартушылық, демократтық бағыттағы оқыған азаматтарының бірі Міржақып Дулатұлы еді. Аумалы төкпелі заманда елдің болашағы үшін атқарған күреске толы қызметімен де, шығармашылық мұрасымен де ол халқына аяулы, еліне құрметті. Міржақып қоғамда да, әдебиетте де халқының тәуелсіздігін бірінші кезекке қойды. Өз шығармаларында туған елін оятуға ұмтылды. Тәуелсіз кезде қазақ ғылымы қазір анықтағандай қазақтың тұңғыш романы. Біз ойлағандай совет кезінде 1917 емес, 1910 жылы жарық көрген екен. Оның авторы Міржақып Дулатұлы, романның авторы Бақытсыз Жамал екен. Бұл мағлұмат осы 1988 жылы ғана Алаш қайраткерлерінің репрессияға ұшыраған көркем мұрасы қайтып келгенде ғана анықталды. Совет кезінде біз қазақ тұңғыш романы Сералиннің, Көбеевтің Қалмал деп келдік. 1913 жылы ол Ахмет Байтұрсыновпен бірге қазақ газетін шығарып, басылымның бұдан кейінгі жұмысына белсене араласады. 1920 жылы Ташкентке келіп, сондағы Ақжол газетінде қызмет атқарады. 1922 жылы жазықсыз қамауға алынады. Түрмеден шыққан соң 1922-1926 жылы Орынбордағы ағарту институтында оқытушы болады. Қазақтың сол кездегі әдебиетінде әттеген-ай кетіп бара жатыр деген өзі мойындаған күнделіктерінде жазған хаттарында айтылған пікірі бар. Сонда айтады, бізде қазақта роман жазылмай жатыр. Қазақ әдебиеттен романнан кейін желіп бара жатырмыз деп. Сондықтан романды жазуды Міржақып Дулатұлы өзіне азаматтық, қазақтың алдындағы, әдебиеттің алдындағы өзінің жеке меншік жаңағы парыз ретінде көтеріп алған. Міржақып Дулатұлы әдебиеттің барлық жанрында жазды. Алғашқы кітабы «Оян қазақ» деген атпен Петербург қаласындағы жарық көрген өлеңдер жинақ еді. Одан кейін 1913 жылы Орынборда «Азамат», ал 1915 жылы «Терме» атты өлеңдер кітаптары басылып шығады. Ақын өлеңдерінің басты тақырыбы ел тағдыры болды. Бақытсыз Жамалдың берген қалыңдығының ішінде қаншама бабалардың кітабы жатқанын сандықтың ішінде, соны көрсету арқылы, айту арқылы, сол қалың мал ретінде қызға кітап берген қазақтың сол кездегі әлеуметтік, мәдениеттік жағдайын көрсетіп, ол кітаптардың тізімін берген Міржақып Дулатұлы сол кітапты Бақытсыз Жамал өзі оқып, сондай сауатты қыздар болғанын көрсетеді. Бірақ совет заманында осы қыздардың орны келешек қалай болып кетеді-ау деген сауалды қойды. Міржақып Дулатұлы 1928 жылдың аяғында бір топ қазақ зиялыларымен бірге қамауға алынады да 10 жылға сотталып, 1935 жылы тұтқында қайтыс болады. Әрқашан болмақ солай болған жаңа әзелден оқиғалар бұжалғанда. Ғалым көп, ақылдас байқасаңыз, досың жоқ, танисың көп сын. Десе аттанамын, қазақты қазақ десе мақтанамын. Болғанда әкем қазақ, шешем қазақ, мен неге қазақтан сақтанамын. Көп отырса жалғыз өзім, көрмесе көңіл ашар жаты көзім. Кейде ашса, кейде тәтті қиял билеп, келетіні бәрімізде бір. Өзіңді аш, оян қазақ көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті, дін нашарлап, қаларам боп, қарағым енді жату жармасты. Әрқашан болмақ солай болған жаңа әзілден оқиғалар бұлжалғанда. Ғалым көп, ақылды аз байқасаңыз, досың жоқ, танисың көп сыналғанда. Бір кезде әлде қалай бір нәсілдес, алдында көп таулардың болып кеңес. Қазыбек шат тауымен екеуінің бір үлкен